Assalamu alaikum dostlar. Men bir жылдың ішінде 3 рет бензин насос ауыстырдым. Мынаны Lada Priora. Bir жылда 3 рет бензин насос ауыстырдым. Бүгін де ауыстырдым. Енді бұл неге бензин насос күйіп кете береді дейтін болсаңыздар, мынаны қараңыздар. Мына топливный фильтр. Топливный фильтрдің состояниесін қараңыздар. Мен мынаның кесірінен бір жылда 3 рет бензин насосқа түсіп отырмын ғой, бензин насосқа. Мына айуанның кесірінен. Мына топливный фильтрді жиі ауыстырып тұру керек екен. Қараңыздар, қалай бітеліп қалған. Мусор болып қалған, мусор забита болып қалған кәдімгідей. Осының кесірінен бензин насосқа күш түседі, бензин насос жиі кететін болады. Енді бүгін бензин насос новин салдым, Викотский. 8 тұратын оригинал. Одан алдын япошкасын салғам 98 мыңға. Мына осыдан 2 ай бұрын салдым, айтпесе бензин насос. Мына ешектің кесірінен тағы да түсіп отырмын. Мына бәлені ауыстырып отырыңыздар. Жиі ауыстырып отыру керек мына бәлені. Мен мынаны қанша 2 жылдай болып қалған еді ауыстырмағаныма. Енді осының кесірінен бір жылда 3 рет бензин насос ауыстыруға тура келді.